Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Бізде бірінші топ тағамның тапсырма сендерге тағамның бейшара кейіпке түсуіне қоғамның кінәсі бар ма деген тақырыпта ой өрбітіп попс әдісіне салып шығамыз. Екінші топ айна мен үркеннің аяулындағы тобы. Айна мен үрке бейнесін үзінділермен жұмыс әдісі бойынша тұжырым жасаймыз. Оқулықтарыңызды ашайық. Үшінші топқа тапсырма тағам мен шалдың әңгімесі бөлімі бойынша бұлым әдісіне салып шығамыз. Сол бөлімді композиция қосқан талдау жасап. Келесі төртінші топқа тапсырма будан аралары бөлімі бойынша жұмыс жасайық. Жазушының тілінің сөздігі әдісі бойынша тілдік ерекшеліктеріне талдау жасаймыз. Оның үшін жаңағы тұрақты тіркестерін анықтайық. Теңеулер бар ма екен, кейіптеу сөздер бар ма екен, образды сөздер бар ма екен. Ал бастайық. 5 минут уақыт берем. Жақсы балалар, аяқтаған болса, онда жұмыстарымызды қорғайық. Кәне қайтып бірінші болады. Кім дайын? Келді дайындарын шыға бер. Қолдарың ручка алыңдар, Бала тыңдайық. Біздің тобымызға берілген тапсырма тағам мен шалдың әңгімесі бөлімі бойынша бұл әдіспен композициялық талдауға талдаулы. Оқиғаның басталуы ол тағамның жолға шығуы. Қандай оқиға байланысады тағам мен шалдың саябақта кездесуі? Қандай оқиғаның дамуы шалдың тағам үйіне шақыруы. Оған шалдың үйіне екі балаларды көрді. Оқиғаның шарықтау шегі шалдың жаңағы бала туралы тағамға әңгімесін айту. Ал оқиғаның шешімі ол тағамның іс-әрекетін түсіне бастайды. Жақсы, тамаша. Жақсы отырайық. Келесі топ кім дайын? Біз келді. Қолдарыңызды алыңдар. Балалар тыңдайық. Бұл топқа берілгені? Бізге будан аралар бөлімі берілді. Сол бөлім бойынша жазушы тілінің сөздігі берілді. Сондағы поэтикалық бейнелі образды сөздер. Ол эмоциямен айтылатын сөздер. Мысалы, апау, керемет әдемімен кетіпсіз деп күле әзілдеді. Ойбу балалар, әлі айна, ерік, айдап әкет мына иттеріңді деп азандады. Кім сендерге пысықсып далаға шығар деп айғай салды. Қарақтарым, бүгін күн ашық екен. Келер күзді көрмеймін бе? Оны бір Алланың өзі біледі. Мені тысқа шығарып отырғызыңдар. Намаз арасында шуақтайын деп үміттенді. Жақсы, тамаша қарай. Бұл мәтіндегі бізге берген бөлімдегі теңеу сөздер, ол бірдеңені теңеу арқылы жазылатын сөздер. Яғни мәтіндегі теңеу сөздер ол қара бұлттай қаптап, яғни бұлттай деп ол бұлтқа теңейді. Екіншісі қараңғыда қамалған қаздай, яғни қараңғыда қамалған қаздай деп ол қараңғыда отырған қазға теңеп тұрды, сол нәрсені. Тарғаяқтай ұмтылған тоже бұл жерде сенімі болды. Астынан су шыққанда, яғни астынан су шыққан кісіше, астынан су шыққан кісінің ісінбей деген мағынаға теңеп. Жақсы, тағы не? Мұндағы кәсіби сөздер тор перденің қауіпті гибридтер маскасы. Жақсы. Сонымен қатар
бала? Ол бел аузы байланып қалды ма? Шыбын жағы ұшып кете қоймаған, енесінің көгенде тас болып байланғандай, қара қазандай өтпе деген сияқты фразеологизмдер бар. Жақсы, тамаша. Кеттік, келесі сұрақ алдында. Тыңдайық. Жақсы. Келесі сұрақта қандай жұмыс еді? Инемейтілген, яғни үзілдермен жұмыс бөлі бойынша үзілдермен жұмыс мен айна кейіпкерін алдым. Менің ойымша повестегі айна бейнесі шайдай ашық жан екені көрінді. Мен ойымды былай еттім. Бірінші аргумент. Айнаның анасына арнаған қамқорлығы мен адамгершілігі мол екеніне көзім жетті. Екінші аргумент. Араларға деген мейірімділігі, жұмысына, өзінің сүйікті хоббиіне арналған, сүйікті хоббиіне деген сүйіспеншілігі жұмысына. Үшінші аргумент. Күйеуіне, яғни отбасына деген адалдығы шексіз. Мен осы қорытындыны Мәдиге, Айнаның қорытындысын Мәдиге, ал Мәдиге қорытындылар. Ойымды дәлелдей отырып, мынандай шешімге келдім. Айна өте ерекше рөл ойнайды, өмір бақи. Ерта дегенде үмітін сезбей қатқанша сырын жинап, қоласыз еңбегін жемей көріп отырған бейнені әңгіме баяндайды. Жақсы. Маған берілген Нұркен кейіпкері. Менің ойымша повестегі Нұркеннің бейнесі жасалмайған, екі аяғынан баса алмайды, шариғат шәрісіз жамылған, дана тығырықтан шыға алады. Ойымды былай дәлелдеймін. Бірінші аргумент. Қандауырды жақсы көріп, басқа ұлтқа тұрмысқа шықты. Екінші аргумент. Қандауырмен бірге болу үшін өз отбасын аяғым ауыр деп алдап, оған тұрмысқа шығады. Үшінші аргумент. Басқа дінге болса да, басқа өкілді болса да, сүйгенін дінін қабылдап, қазақ халқының барлық салт дәстүрін, ырымын үйренді. Ойымды дәлелдей отырып, мынадай қорытынды шештім. Нұрке өте ер жүрек кейіпкер. Өз отбасына қарсы шығып, қандауырмен бірге болды. Екінің бірінен қола демейтін еді. Жақсы, тамаша. Бізді соңғы топ, бірінші топқа қандай тапсырма еттік? Аяқтар, бала кеп. Сол жерде тұрып айта беріңдер, не болмаса. Менің ойымша қоғамның кінәсі бар деп санаймын. Бізде сұрақ бірінші болды. Тағанның бейшара кейіпке түсуіне қоғамның кінәсі бар ма деген сұрақ бойынша ойларны көп сәтісіне салынар еді. Ал Виктор бастайық барды. Қоғамның кінәсі бар деп санаймын өзім. Себебі мен оны былай түсіндірерім. Қазіргі таңда өз мақсаттарынан бас тартып, не сәтсіздікке ұшыраған жағдайда шындыққа салынып кету оған қолдау болмаған жағдайда орын алады. Жақсы. Онымен осы мысалдармен дәлелдегім келеді. Ол Алматыда 5 жыл оқып, аспирантураны тауысып, ешкім жауырыннан жерге тигізіп көрмеген жігіттің сұлтаны болған. Оның осындай оқуға қызыға тұра бейшара халге түсуіне оған өз әсерін тигізді. Жақсы, келесі. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Қоғам қатал болады. Оған төтеп беру үшін қайрат пен ақыл қатар жүру керек деген шешім қабылдадым. Жақсы, тамаша. Жақсы, жарайды балалар. Біз мына тапсырманы аяқтадық, енді топтар бір-бірін тыңдап отырды, иә? Енді бағалап тастайық ішкені. Бағалап тастайық. Ең бірінші шыққан топ біздер. Ертеңдердің тобын кім бағалайды? Қай топ бағалайды? Ішкен жасаған жұмыстар. Оларда бізде міне пирамида Блум әдісіне композиция құрылысына талдауын жасап шықты. Кім бағалайды? Топ. Бағалаймыз. Ал Ақбота. Жалпы бұл топтың жұмысы жақсы деңгейде болды мен үшін. Шарықтау шегін басым дұрыс айта алды, бірақ оған толықтай мәлімет бере алмады деп есептеймін. Себебі ол жерде толық мәлімет кіре алмады, негізі жұмыстары ұнады. Жақсы, тамаша. Ондай болса Ақботаның тобын бағалап жіберейік. Сендер бағалаңдар. Бір-біріңді бағалап жіберіңдер.
Ақботалар, бізде жазушы тілінің сөздігі жұмыс жасады. Олар образды сөздерді, кәсіби сөздерді, теңеу сөздерді, тұрақты тіркестерді тиектап. Тыңдап отырдық қой жаңа, алып бағалап кетейік. Ақботаның тобына берер бағам негізі барлығы өте түсінікті жақсы болды, бірақ та маған бір қызық болғаны олардың тақтадан оқып тұрғаны, және де бұдан да көптеген мәліметтер бар деп ойлаймын. Солардың барлығын толықтырып жазса, одан әрі күшті болушы. Жақсы, жарайсыңдар. Ал Нұрайлардың тобын бағалап жіберейік. Мына топта кім бағалайды? Келдір. Олар үзінділермен жұмыс жасады, айнаға, Нүркен бейнесіне сипаттама беріп кетті. Олар үзінділермен жақсы жұмыс жасады, және де айна мен Нүркеннің бейнесін анық, айқын ашып көрсетті бізге. Жақсы. Және де жұмыстарын жақсы жасады. Жақсы, тамаша. Кеттік ары қарай. Аялым, Ақниеттің тобын бағалап жіберейік. Тілдік ерекшеліктерге талдау жасады. Олар барлығы атсалысып жасағандықтан бізге түсінікті болды. Біз көптеген информация алдық. Жақсы, тамаша. Жақсы, жарайды. Кітабымызды ашайық балалар. Ары қарай келесі тапсырмаға көшейік. Оқулығымыздың 25-ші бетін ашайық. 25-ші бетте бізде бірінші тапсырма берілген екен.